Мистер Бист атақты ютубер, бизнесмен, филантроп, жалпы бір сөзбен гений. Бүгінгі видеода Мистер Бист қалай тез танымал болды, контентке ақшаны қайдан алады деген сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Негізі бұндай видео менде бірінші рет, егер жақсы қаралым жиналса, мен арасында осындай контенттер салып отырамын. Сол үшін видео басталмай жатып арнаға тіркеліп лайк басып кетіңдер. Сендермен бірге Топ Таймс арнасы. Видеоны бастаймыз. Бірінші қысқаша өмірі туралы айтайын. Джейми 1998 жылы ақштың Канзас штатында дүниеге келген. Ол солтүстік Каролинаның Гринвилл қаласында өсіп, сол жердің жеке орта мектебін 2016 жылы бітірген. Сосын колледжге түсіп 2 апта оқиды да кейін оқудан шығып кетеді. Сол кезде анасына мен ютубтан басқа нәрсемен айналысқанша кедей болғаным артық деп ютубтағы карьерасын жалғастырады. Неғде оттаматсың? Неғде оттаматсың сен? Негізі Джейми ютубты 2012 жылдан бері жүргізіп келе жатыр. Сол кезде оның каналы Мистер Бист 6000 деп аталған. Және ол қазіргідей челлендждер емес, басқаша видеолар салып жүрді. Мысалы, жаңадан бастап жатырған ютуберге кеңес, ютуберлер қанша табады, Майнкрафт ойынындағы күлкілі сәттер секілді видеолармен аз да болсын каналын дамыта бастады. Солай ол әр жаңа видео сайын мықты монтажбен сапасын жоғарылата берді. Монтажды қайдан үйренді деп ойлайсыңдар? Әрине, Сако KZ арнасынан. Бұл бала ютуб бастаймын деген әрбір ютуберге пайдалы кеңестермен бөліседі және видеомонтаж жасаудан қалай дамытуға дейінгі барлығын үйретеді. Егер сен мықты ютубер болғың келсе, Сако KZ арнасына тіркелуді ұсынамын. Каналға ссылка видеоның астында. Джейми ойындарды тастап басқаша форматқа ауысуды шешті, яғни аздап челлендж бағытына ұқсатты. Мысалы, 1-ден 10 000-ға дейін санаймын. 24 сағат бойы спиннер айналдырам деген видеолар көрермендерге ұнап, тез танымал бола бастады. Джейми үшін 2017 жыл танымалдылыққа келді. Ол барлық жинаған ақшасына видео арқылы мұқтаж жандарға таратты. Бұл оның каналы үшін үлкен өзгерістер етті. Сөйтіп ютубтан ақша түсіп, оны одан әрі контентке жұмсай берді. Жаңадан бастаған және бұрыннан келе жатырған стримерлерге көп сомадағы донаттар жіберіп отырды. Солай 2018 жылға дейін 2 миллион жазылушыға жетті. 2018 жылдың соңына қарай өзінің танымалдылығын пайдаланып PewDiePieға қолдау білдірді. Естерінде болса, сол кезде T-Series пен PewDiePie арасында жарыс болды. Бірақ T-Series PewDiePieға жетіп озып кетті. 2019 жылдың қазан айында Джейми және оның командасы жыл соңына дейін 20 миллион ағаш отырғызу үшін Team Trust деп аталатын қаражат жинау науқанын бастады. Бұл акцияны өте көп адамдар қолдады. Оның ішінде Илон Маск, PewDiePie, Джек Дорси секілді танымал адамдар қатысты. Нәтижесінде 18 миллион доллар қаражат жиналды. Джеймидің бұдан басқа қайырымдылық жасаған кездері бар. Мысалы, иесі жоқ жануарларға баспана үшін арнайы қорға 100 000 доллар, балалар ғылыми ауруханасы үшін 70 000 доллар аударды. Бұдан бөлек ол әр видеосында адамдарға көмектесіп отырады. Сол үшін Мистер Бистта почти хейтері жоқ ютубер деп айтсам да болады. Мистер Бисттің танымалдылығын арттырған видео игра в кальмаре шын өмірде деген. Видео 3 күн ішінде 100 миллион просмотр жинап, сол сәтте 5 миллионнан аса адам жазылды. Бірақ Джейми осы видеоға 3,5 миллион доллар жұмсады. Және осы ақшаны 5 есе қайтара алды. Қазіргі таңда Мистер Бист арнасы 112 миллион подписчикпен PewDiePie'дан озып кетті. Енді Мистер Бист ақшаны қайдан алады деген сұраққа жауап берейін. Бірінші, Джеймидің Мистер Бист арнасынан бөлек 4 арнасы бар және ол әр каналы 10 миллион подписчиктен жоғары. Видеоларды да уақытылы салып отырады. Яғни Мистер Бисттен бөлек қалған каналдарынан да ақша алып отырады. Екінші, оның брендтік киімдері, тәтті шығаратын заводтары, ресторандары бар. Әр видеосында соны жарнамалайды және көп адам қызығып сатып алады. Үшінші, монетизация және реклама. Мистер Бист каналы монетизациядан өте көп табыс табады. Тіпті видеоларына жұмсаған ақшасы монетизациядан қайтарып алады. Және бір рекламадан Мистер Бисттің каналы 3 миллион доллар табады. Міне, осы арқылы Джеймидің табысы 58 миллион долларға жеткен. Бұл теңгемен шаққанда 26 миллиард 372 миллион 156 мың 200 теңгені құрайды. Міне, видеода соңына келіп қалды. Егер видеоны арнаға тіркеліп, видео туралы өз пікіріңді білдір. Сендермен болған Топ Таймс арнасы. Келесі кездескенше.